Ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті біздің тұрақты оқырмандарымыз, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары. Біздің Түркістан облысы Дін істері басқармасы дін мәселелерін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен Күлтөбе студиясында кезекті тағылым подкастымызды сіздердің назарларыңызға ұсынбақпыз. Бүгінгі біздің подкаст тақырыбымыз арнайы шетелдердегі діни білім алудың қауіптілігі, зардабы мен зияны, пайдалы тұстары бар, сондай-ақ отандық Қазақстандағы діни теологиялық білім беру мүмкіндіктері тақырыбына арналып отыр. Осы және өзге де тақырыптарды тарқатып ой бөлісу үшін арнайы Күлтөбенің төріне тағылымды беретін екі ел ағасын шақырып отырмыз. Таныстырып өтуге рұқсат беріңіздер. Жалпы елімізде теология факультеті алғаш болып ашылған және мамандықты да ашқан бұл Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Аталған университеттің теология факультетінің деканы Сұлтанмұрат Өтешұлы ағамыз, философия ғылымдарының кандидаты. Біздің екінші қонағымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының рант мүшесі және де Сарыағаш медресе колледжінің директоры Сманов Дінмұхаммед Әбдіжаппарұлы ағамыз студияда. Қош келдіңіздер. Ал құрметті ел ағалары, құрметті руханиятта айтар ойы бар, тағылымы берер, мол жастарға шәкірттер тәрбиелеп жүрген азаматсыздар. Ендеше еркін бой жаза отырып сұхбатымызды бастайық. Өздеріңізді таныстырып өттік. Студияның дайындығына, студияның безендірілуіне өздеріңізде көңілдеріңіз толып отқаны жүздеріңізден де көрініп отыр. Ендеше мен енді бүгінгі тақырып жаңа айттым ғой, аңдатпасында кіріспесінде біздің қазақ даласында мешіт медресе кем болған жоқ, шүкір. Бүгінгі таңда да 9 медресеміз ресми жұмыс жасап жатыр. Қарилар дайындау орталықтары бар. Бірнеше жоғары оқу орындарымызда шетелдердегі мынау терезесі теңесесіндей академиялық бағдарламаларды толық біздің жастарымызға берер мүмкіндігі мол университеттерімізде бар. Енді жалпы тарихқа тоқтала кетейікші осы орайда. Қазақ даласындағы жалпылама діни білім беретін, діни рухани тәлім тәрбие беретін мешіт медреселер, оларда оқыған тарихи тұлғаларымыз және олардың бүгінгі біздің руханиятымыздағы орны қандай. Осы мәселемен бүгінгі сұхбатымыздың бет пердесін сыпырсақ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Баршамызға белгілі, Құран-ы Кәрімде ең бірінші түскен аят бұл оқытып түскен аят. Және де Құранда келеді: "Фа'алам аннаху ла илаха илlallah." Білген Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Қарап тұрсақ, бұл аяттардан шығатын нәрсе білімнің маңыздылығы білінеді. Адам баласы қандай бір құлшылық жасау үшін де, ол ораза болсын, ол намаз болсын, ол оның үкімдерін білу оған міндет. Сол үшін де білім әрбір адамға келеді, бесіктен қабірге шейін білім талап ету міндеттеп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи заманда келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи заманда білім алатын орда бұл мешіт болды. Медреседе мешіт болды, жалпы намаз оқитын құлшылық орында болды. Алайда ислам кеңінен тарала, жан-жақта сол кездің өзінде де басқа да оқу орындар болды ғой. Соған қарап діни медреселерден неғылды пайда бола бастады. Алланың қалауымен Қазақ даласына баршамызға белгілі 751 жылы ислам алғаш қадам бастап, Батлақ шайқасына байланысты тарихқа тоқталар болсақ. Міне, содан келе-келе 10 ғасырдан алғашында қара ханиттер өз мемлекет, ислам мемлекеті қылды. Енді бұл жерде Алтын Орда, мысалы 12 ғасырда қарап отыратын болсақ, ислам келгеннен кейін діни тәлім алатын осы қазақ елінде де медреселер, мешіттер неғылды бой көтерді. Бұл мешіттердің, медреселердің, кей мешіттердің мысалы үшін қалғаны, тарихи орындары белгілі оқу орындарында. Бірақ та қазіргі таңда біздің елде, мен діни тұрғыдан айтып тұрғаным, діни оқу орындары қазіргі тұрғыда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты 9 колледж медресе бар. Және де бір үлкен университет бар. Қазіргі Нұр Мүбарак университеті Алматы қаласындағы. Және де қарилық медреселер бар. Және мешіттер сауаттаушы курстары бар. Мына осы жерде өзіміздің осы ата-бабамыздан келе жатқан ұстанымды діни тәлім тәрбиені осы жерлерден алып жатқан жайы бар. Рахмет. Енді Сұлтанмұрат ағай, жалпы біз дін саласында жұмыс жасап жүрміз ғой, Мұхаммед ұстаз. Көп шәкірттеріміз көбінесе діни білімді Сауд Арабиясы мемлекетінде, Түркияда, Египетте, болмаса басқа да араб мемлекеттерінде өте жақсы береді деп алға тартып жатады. Сол жақтарда жаңағы жағдайымызды жасайды, таза арабша үйретеді.
таза білімнің ошағы сол жақ деген секілді әңгімелерді көп айтады. Шүкір, тәуелсіздік алғалы берде жаңа Дінмұхамед ұстаз айтқандай, тәуелсіз мемлекетте 9 медресе, бір ислам университеті, сондай-ақ дінтану теология бойынша да 5-6 университетте үлкен академиялық білім беріледі. Енді осы орайда ең бірінші бұл тәуелсіздік алмай жатып, 1991 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде теология, еркін ойлау деген мамандық ашылған. Тәуелсіздік алмай жатып. Енді осының бір тарихына тоқтала кетейікші. Ашылу тарихы, оның бүгінгі хал жағдайы қандай, және оның ашылуына не түрткі болды, не себеп, не фактор әсер етті деген мәселеге тоқтала кетсек. Мынау енді жалпы өздеріңіз де білесіздер ғой, осы біздің елімізде дін саласындағы мынау діни білім беру саласындағы жалпы жаңғыру осы егемендік алғаннан кейін басталды. Одан берді бірталай жыл өтті, бірақ жаңа өзіңіз айтып отырғандай, мынау Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде осы Қазақстандағы ең алғашқы дінтану кафедрасы пайда болды. Теология және еркін ой тарихы деген. Бұл мамандықты сол кездегі енді университетті басқарған басшылардың көрегендігі шығар. Мүмкін жаңағы ол жағындағы тарихын мен терең біле бермеймін. Бірақ сол кафедраның түлегі ретінде, сол жаңағы 2002 жылғы түлегі боламын сол дінтану кафедрасының. Сол кафедраның түлектері қазіргі кезде республиканың түпкір-түпкірінде жалпы жаңағы көптеген жерлерде осы маман болып, осы дін мәселесіне жауапты сондай тұлғалар болып қызмет етіп жатқан жағдайы бар. Мынау 2021 жылы біздің осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде бір үлкен жаңалық болды деп айта аламыз. Теология факультеті құрылды. Әрине ол жаңа өздеріңізге айтып отырғандай бір тақыр жерден құрылған факультет емес. Оның тарихы тереңде. Сонау 91 жылда жатыр. Бұл факультеттен осы жерде адамның еңбегін айтып бағалау керек. Жаңағы оны біздің өзіміздің жаңағы профессор, доктор Досай Кенжетай өздеріңізге белгілі танымал дінтанушы ғалым, соның қажырлы еңбегінің арқасында және қазіргі университетіміздің ректоры мынау Жанар Амангелдіқызының қолдауымен факультет қалыптасты. Факультеттің қазіргі жағдайына келетін болсақ, 3 кафедрасы бар. Дінтану, теология және философия деген 3 кафедраны қосып отыр. Мынау студенттерінің саны да, білім алушыларының саны да жылдан жылға өсіп келе жатыр. Сондай-ақ факультетімізде осы кезде шетелден 5 мысалы түркиялық профессор жұмыс істеп отыр. Және ол бізде жылда ол түркиялық профессорлар келіп отырады. Оның бір үзіліп қалған кез болған емес. Сонымен қатар біздің факультетте мынау өзіміздің түлектеріміз, жаңа шетелдегі білім алу туралы айтып қалдыңыздар, Сауд Арабиясы деп, басқа деп. Міне Түркияда PhD докторантурасын бітіріп келіп, жаңағы қазір осы жергілікті кадрларымыз, жергілікті мынау ғалымдарымыздың легі қалыптасты. Жалпы 70% ғылыми дәрежелік бар қазір біздің факультетімізде. Сондықтан да мен ойлаймын жаңа шетелде осы бәрі неге сол жаққа кетеді деп. Енді жастар ғой, жалпы жастардың барлығы бәріміз де жас болдық. Шетелге шығып білім алу, ел көру, жер көру ол барлық жастың арманы. Бірақ дегенмен осы жерде бір айта кететін мәселе, әсіресе мынау дін саласында кішкене сақтық жасау керек. Себебі ол шетелде күмәнді жаңа діни білім беретін орталықтар өте көп. Сондықтан да мынау ресми жолмен барған дұрыс болады бұл жерде. Оның ең оңай жолы қазір мысалы кез келген университет мынау әлеуметтік желі бар бізде, жалпы интернет деген бар жаңағы. Сол жерден университеттердің рейтингісіне қараса да, қандай университеттер аккредитациядан өткен. Немесе біздің жалпы мынау мемлекетімізбен мемлекетаралық келісімшарт орнаған елдер бар, жаңағы арнайы ресми құзырлы органдардың тізімінде рұқсат етілген жоғары оқу орындары бар, жаңағы барып білім алатын. Сондай жерлерден барып білім алу керек. Ал енді мынау жаңағы әртүрлі әлеуметтік желілердегі жарнамалар бар, басқа бар, анадан естідім, мынадан естідім деп барып жатса, кейбір күмәнді хужра дейді, марказ дейді, небір жамағаттар бар, жаңағы бір тарихаттардың нелері бар, сондай жерлерге түсіп кетсе, ол енді үлкен мәселе. Сондықтан да бұл жерде қазір бізге менің өзімнің енді ойым, жалпы қазір шетел асып діни білім алудың қажеттілігі шамалы деп ойлаймын. Себебі қазір өзіміздің елімізде мына соңғы 30 жылдан астам уақыт болды. Біз жеткілікті деңгейде кадрларымыз да бар, мамандарымыз да бар, дін саласындағы жоғарғы оқу орындарымыз да бар. Жаңа өзіңіз айтып отырған мынау мешіт, медреселер, медресенің өзінен қазір бізге университетке жоғары білімге келуге мүмкіндік бар. Қысқартылған түрде оқиды, 3 жыл оқиды.
Сондықтан да осындай мүмкіндіктерді пайдалану керек. Енді жалпы діни сауаттылығын көтеремін деген адамға қазір біздің елде барлық жағдай жасалған. Сондықтан да жаңағы тағы да қайталап айтамын, ол сырттан діни білім іздеп барудың қажеттілігі шамалы. Иә, алғашқы іргетасты қалағаннан кейін де алса үлгереді дейсіз ғой, жалпы магистратура, докторантура деген секілді. Енді жаңа діни білім деп қалдық қой. Енді тәуелсіз Қазақстанның дін руханият саласында Сарыағаш медресесінің жалпы қазір енді колледж статусын алған үлкен орны бөлек. Жыл сайын жүздеген шәкірттерді тәрбиелеп шығарып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіттерін имамдармен, наиб имамдармен, ұстаздармен қамтамасыз етіп келе жатсыздар. Өзіңіз айтқандай университетке, жоғары білімге олар баулып жатсыздар. Енді осы Сарыағаш медресе колледжінің кішкене тарихына тоқталып өтіңізші. Оның ашылуының өзі де жаңағы біз айтқандай кеңес үкіметінің кезеңінен басталады. Не қажеттілік болды деген ой келмей ма құдайсыздық заманында? Енді өте орынды сұрақтың бірі. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Өзбекстанда тәлім алады ғой. Өзбекстанда тәлім алған кезде сол жерде енді әртүрлі жас балдар ғой енді. Өзбек ұлтының балдары болады, тәжік ұлтының балдары болады. Сонда ана жерде жастардың арасында бөлінушілік байқалады ғой. Иә. Сонда әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Алла амандық берсе, елге барсам, ұлтқа ұлысқа бөлінмейтін, елге қызмет жасайтын үлкен бір оқу орнын саламын деп ниет қылады ол кісі. Алайда атамыз, Шәкір Ешен атамыз Алла рахмет берсін, әкемді 2 жыл оқыған деген сен болды, ғалым болды деп әкетіп қалады ғой. Ол оқымайсың деп. Сонымен әкем елге келген уақытта арадан көп уақыт өтпей әкемізді ауғанға кетеді. Армияға, әскерге алып кетеді ауғанға. Сөйтіп сол жақта ол кісі 2 жыл болады. 2 жылдан келгеннен кейін атамыздың жанында атамыздың нишан кісі болған, шәкірт тәрбиелеген Алла рахмет бөлесін, сол кісінің жанында бірге қызметте болады. Мешіттің алдында, айналасында. Бірақ әкеміздің арманы сол қазақтың қаракөз ұл-қыздарын оқытамын, немесе қазақ елінің ұл-қыздарын оқытамын деген арманы бар ғой. Кішкентай кезінде сол нәрсеге ол кісі ниеттенеді, әкесіне келеді. Әке, маған бір оқу орнын салып беріңіз. Әкесі сұрады, балам, оқу орнында қайтесің? Ол жүк ауыр оның. Жауапкершілік жоғары. Сен имамдық қыл. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, және келеді. Әке салып беріңіз. Әкесі жаңағы атамыз жаңағы сөз айтады. Ей, балам, қайтесің? Жүк ауыр деп. Бәрібір енді әке болғаннан кейін балаға жаны ашиды екен да. Жанашырлық қой енді ол. Үлкен жүкті алып қиналып қаласың балам деген сөз ғой. Сонда бір жағынан баласын сынағысы да келді ме әкемізді. Қайта әкеміз алдына барып қоймағаннан кейін, балам, бір шартым бар дейді. Бір шартым бар. Егер сен сол шартты орындайтын болсаң, мен салып беремін дейді. Әке, шартыңызды айтыңыз, қуанып кетеді. Сөйтеді, бірақ балдарды тегін оқытасың дейді. Бір тиын ақша алмайсың дейді. Әкеміз сұрады, болды әке дейді. Шарт сол болса болды. Арадан көп ұзақ уақыт өтпестен 89 жылы адаспасам, 89 жылы енді медресе құрылысына атамыз ақша берді. Ол кісі ишан болады, ол кісінің шәкірттері болды. Сонда 1989 жылы құрылыс алғашқы басталып, 1991 жылы тәуелсіздікке бітеді медресе. Алланың қалауымен. Бұл жердегі мәселе медресенің негізгі ашылудағы себеп сол әкеміздің үлкен бір табандылығының арқасында ғой, әкесінің алдына келіп салып берің деп. Әрине салған негізі сол Шәкір Ешен атамыз. Енді бұл жерде бір айта кететін мәселе, Сарыағаш медресе колледжі алғашқы құрылысы ешқандай қаражатсыз салынған. Халықтың өзі келіп, халықтың көмегімен, жамағаттармен келіп салынған медресе. Ал енді Сарыағаш медресе колледжі 91 жылы Сарыағашта медреседе сол тәуелсіздіктен алдында балдар келіп оқитын сол жерде. 15-20 бала келіп тәлім алатын. Алайда сол медресе құрылғаннан кейін балдар көбейіп 1995 жылы Аратбек Қажы Нысанбай ол Хазірет атамыздың бастауымен сол кезде ол кісі муфти болды. Хазірет Алла разы болсын, сол кезде алғаш медресе ашылған сол кезден бастап. Содан бастап Совет үкіметінен бастап балдар оқып келе жатыр ғой. Міне бүгінгі таңда Аллахқа шүкір сол жерде қазір мыңға жуық шәкірт тәлім алады. Аллахқа шүкір ол жерде жаңа ағамыз айтқандай барынша шәкірттердің біз білімін қолымыздан келгенше, шәкірттің қабілеті, күш құдірет жеткенше білім беруге тырысамыз. Мақсат не деген уақытта жаңа сөз барысында қозғалды, шетелде білім алу. Шетелде білім алу, былай айтқанда мода деп айтсақ та болады. Шетелде білім алуға жастар жаңа ағамыз айтқандай қызығушылықты танытады. Мысалы үшін қайда оқисың, мысалы Түркияда оқимын, қайда оқисың, пәлен жерде оқимын деп айту да жастар арасында мүмкін абырой беделде болуы мүмкін. Бірақ білім кейде кейінгі орда тұруы мүмкін. Немесе кейде жастардың арасында мысалы не болуы мүмкін.
шетелде білім алу немесе өзінің жаңа ағым өзінің ұстанымына байланысты болуы мүмкін да. Мысалы Түркияда мысалы үшін оқуы мүмкін, Саудияда оқуы мүмкін, ол ұстанымына байланысты оқуы мүмкін да. Сол үшін біз шәкірттермен үнемі жұмыс жасаймыз. Шәкірттердің барынша осы елде білім алуына ықпал етеміз. Және соған не қыламыз, соған жараса оларды кездесулер ұйымдастырамыз. Енді жастардың жаңа айтқандай шетелде білім алғысы келеді, түрлі себептермен дедік қой. Сол үшін ол жердегі шәкірттердің кейде сұрақ жауап болған уақытта араб тілін үйренгіміз келеді дейді, терең үйренгіміз келеді дейді, терең араб тілі курсын ашып қойдық. Біреу Құран үйренгіміз келеді дейді, Құран үйретіп қойдық. Ал енді ар жақ қарай жоғары оқу оқимын дегендерге Алхамда Нұр-Мүбарак университеті бар, Қожа Ахмет Яссауи бар, мысалы үшін дінтану жаңағы мамандығы бойынша дәріс беретін 9-ға жуық бізде үлкен оқу орындар бар. Сол жақтарға біз не бағыттап жастарымызды отырамыз. Енді бір мәселе ғой. Қазіргі мына заманда біз барынша жастарымызды осы елдің ішінде өзіміздің ата-бабамыздың ұстанып келе жатқан дәстүр ханафи мазхабы матурidi ақидасы дейді ғой. Соған қос ұлттық құндылықтар бар. Әрбір ұлттың, әрбір елдің. Мұны солар терең оқытқаннан кейін ресми орындармен, мысалы діни сала болса, діни басқарма тарапынан, мысалы үшін егерде мысалы үшін діни басқарманың муфтияттың басқа өзге Түркия мемлекетімен, немесе Мысыр елді мекенімен мысалы үшін меморандум отырған оқу орындар бар. Солар арқылы баратын болса, ең дұрыс жол сол деп ойлаймын да. Әркім өзі бара беретін болса, ол жақтарда мен өзім шетелде оқыдым ғой. Шетелде оқыған кезде сізді кім күтіп алады, сізді кім қабылдап алады білмейсіз ғой. Көрдіңіз бе? Сізді кім қай ұстазға апарады? Ол жақтар ағым деген өте көп та. Былай айтқанда жеке өзіңіз баратын болсаңыз, немесе ұлыңызды, қызыңыз жеке өзін жіберетін болсаңыз, ол жерде үлкен қауіп-қатерге жолығуы әбден мүмкін. Ертең балам оқып келді, білімді деп қабылдап алатын болсаңыз, қарасаңыз білім ұлыңыз, қызыңыз өзіңізге қарсы, ұлтыңызға қарсы, еліңізге қарсы кейде сондай бір бөлек бір тұлға, бөлек бір адам болып келуі әбден мүмкін да. Сол үшін осы жерде қатты көңіл бөлу керек. Иә. Енді жаңа айттық қой, бізде Құдайға шүкір медресе де бар, университетте де бар. Бірақ кейде жастармен сұхбаттасып қалсақ, Нұр-Мүбаракқа не болмаса жаңағы Қазақ түрік университетіне түскім келеді дейді. Неге деп себебін түңілгім келсе, Құран үйренгім келеді, намаз үйренгім келеді дейді да. Енді медреседе жаңа сіз айтқандай ол нәрселер бар, тереңдетіп оқытылып жатыр. Сауат ашу курстары бар мешіттеріміз, Құдайға шүкір. Бірақ енді ол университет ол Құран мен намаз үйрететін жер емес қой, ол жер академиялық білім беретін мәселе. Осы орайда ғалым ретінде, ұстаз ретінде Сұлтанмұрат аға өзіңізден сұрағым келеді, медресе мен жалпы университеттің қандай айырмашылығы бар білім беруінде, тәлім тәрбие беруінде? Мынау өте маңызды сұрақ. Қазір жалпы біздің қоғамда да бір қалыптасқан стереотип дейміз ба, қалай дінтануда оқиды екен, исламтануда оқиды екен, теологияда оқиды екен десе, университетте жаңағы оны өзіміздің студенттерді айтады, білім алушы шәкірттеріміз. Сонда сендер ертең молда боласыңдар ма? Мешітке барасыңдар ма? Имам боласыңдар ма деп жаңағы. Шын мәнінде олай емес. Университет бұл зайырлы білім беретін орын. Бізде мынау теология факультетіндегі негізгі мақсаты оның дінді ғылыми тұрғыдан жаңағы дамыту, ғылыми тұрғыдан, ғылыми принциптерге сай білім беру балдарға. Ол жерде белгілі бір діннің бір насихаты, пропагандасы жүрмейді. Зайырлы құндылықтардың аясында біз білім береміз. Ары қарай таңда ол әркімнің өзінің еркіндегі мәселе. Сондықтан да университет бұл жоғары білім, академиялық білім өзіңіз айтып отырғандай жаңағы. Сосын енді бағанағы сұрақтың бір жалғасы ретінде мен бір айта кетейін, осы жерде шетелде білім алу деген сияқты мүмкіндіктер. Қазір тіпті шетелге арнайы барудың да қажеттілігі жоқ. Осы жерде мен мынау басқа емес, өзіміздің осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетінен мысал келтіре кетейін. Теология факультетінде қазір бізде мынау Түркияның көптеген беделді университеттерімен байланысымыз бар. Тек қана Түркия емес, Европа елдерімен де бар, жаңағы араб елдерімен енді жасалған оны мен білмеймін, бірақ мына Европа, мына Түркияның көптеген университеттерімен қазір 100-ден аса ол жылда көбейіп отырады келісімшарттар, меморандум деген. Сол жерде қайсысына біздің шәкірттеріміз барғысы келетін болса, біз университетте оған жағдай жасап береміз. Бір семестрге, 2 семестрге барып білім алып келуіне толық мүмкіндік бар. Дәл қазіргі кезде, осы кезде біздің шәкірттеріміз Түркияға жылда барады үздіксіз. Оның өздеріңіз айтқандай ресми жолмен кеткеннен кейін оның барып тұратын жері, жаңағы жататын жері, басқасы барлығы бақылауда болады. Ол жаңағы елшіліктің тіркеуінде болады деген сияқты жаңа білеміз біздің бір азаматымыз осындай жерде жүр деп. Сондықтан осындай ресми жолдармен барған ол қашанда жаңағы дұрыс.
Сіз айттыңыз ғой, шетелде діни білім алдық. Бізде енді аз кем азаматтар бар, әріптестеріміз бар, шетелдерге барып келген. Интернетте, әлеуметтік желіде жасыратын жоқ, марказдардың, діни жамағаттардың жарнамасы өте көп жүреді. Енді біздің саламыз болғаннан кейін көп мониторинг жасаймыз, зерделейміз. Сол жалтыраған қызықты өмір шын мәнінде бар ма? Әлеуметтік желілерде көріп жатқан сол араб мемлекеттерінде сол жамағаттардың, марказдардың жарнама жасап отқан діни оқу орындары шын мәнінде қазақтың қара домалақ баласына жанашырлықпен солар шақырып жатыр ма шын мәнінде? Мына сұрағыңыз өте маңызды. Жалпы шетел, былай айтатын болсақ, әр елдің өз саясаты бар. Әр елдің өз ұстанымы бар. Мына заманда. Сол үшін қазақ айтады ғой, өз өлдірмейді, жат жарылқамайды дейді қазақ. Бұл сіз өте орынды да. Сол үшін ол жаққа барған қазақтың баласын айын деп тұрған біреу болса, оны таба алмайсың. Болмаса, онда не қыласың? Онда қазақтың балдары, қазақтың қара домалақ балдарын былай айтқанда құрбан қылып жібереді. Сол үшін жалпы бізде жастардың көбі, немесе көптеген адамдар мешітке баруға мүмкіндігі жоқ, немесе ыңғайсызданады, сығылады, немесе оқу орнына бару үшін медресе колледждерге барғысы келетін болса, ол жерлерде жасы үлкейіп кеткен, немесе бала шағасы бар, жұмысы бар, шыға алмайтын жағдайлар болады. Сол кезде адамдар не істейді? Діни сұрақтарына осы желі арқылы жауап іздеуге тырысады. Немесе адамдардан кейде байқаймыз, мысалы үшін тез арада мысалы осы діни білімді бір орынға барып, бір ай, 2 ай, немесе 1 жыл оқып келіп, діни сауатын арттыруға адамдар әрекет жасайды. Сол кезде адамдар не істейді? Осы желіге қарайды. Мысалы, YouTube каналдары бар, болмаса басқа да сайттар бар, болмаса парақшалар бар, YouTube, TikTok, Instagramда, соларға кіріп, солар арқылы не істейді? Бұлар өздеріне керек сұрақтарына жауап алғысы келеді, немесе жаңағыдай оқу орындарын іздей бастайды. Енді мысалы бізде, мен өзім Медина қаласында оқыдым. Медина қаласында оқыған кезде біз университет болды, ислам университетінде оқыдық. Сонда университетте сабақ аламыз, университетте артық әңгіме айтпайды негізі. Енді бірақ жастардың көбісін байқаймыз, ол жаңағы мешіттерге немесе үйлерге барып жеке сабақ алатын жастар болады. Міне негізі бұзылу сол жақтан кетеді, көрдіңіз ба? Жеке. Мысалы үшін қарапайым мәселе, жаңа айтқандай, мынау жалпы діни оқу несіне қарайтын болсақ, баспалдағына дей ма, немесе діни білім алу жолына қарайтын болсақ, ең алғаш діни кітаптарды, мысалы, ең дұрыс жол бір кітапты басынан бастайсыз ба, соңына шейін бітіру. Қандай кітап бар? Бір кітапты алыңыз, басынан бастап соңына дейін. Өйткені оқыған адам кітап толық қамту керек та. Жүйе. Бірақ университеттерде бұндай нәрсеге негізі мүмкіндік болмайды, уақыт жетпейді. Сол үшін бөліп негізгі мәселелер, қалай кітап оқу керек, қалай жазу керек, қалай сызу керек, қалай ғылыми болу керек жолдарын үйреткенмен, кітапты бастан аяқ былай діни оқу орындарында толық өте алмайды. Өйткені кітап үлкен. Сол үшін кейбір жастарымыз не істейді? Жаңағыдай сол кітапты толық оқу үшін ижаза деген мәселе бар. Және басқа да білімді меңгеру үшін жеке бір адамдарға барып не қылады? Тәлім алады. Көпшілік осы жерде не қылады? Жаңағыдай ағымдарға біреудің жетегіне кетіп қалады. Сол үшін біздегі ең керекті мәселелердің бірі сондай бір жарнамалар болатын болса, жарнамаға емес, Аллахқа шүкір қазіргі таңда бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Былай айтқанда қазақ даласындағы мұсылмандардың қара шаңырағы. Ол жерде үлкен ғалымдарымыз бар, үлкен ұстаздарымыз сол жерде отыр. Егер де біз жаңағыдай қолымыз бос болмай, жұмыстан босай алмайтын болсақ, жасымыз үлкен болып қалған болса, сол жерлерде діни басқарманың арнайы YouTube-та, Instagram, TikTok-та каналдары бар. Сол жерде арнайы дәрістер қойған дәрістер бар да. Немесе уағыз тыңдағымыз келетін болса, арнайы сол жерде уағыздар бар да. Міне сол нәрселерге біз көңіл бөлуіміз керек. Сырт бағана айтқандай жат жарылқамайды ешқашанда. Кейінгі мәселе, діни оқу орындар керек болатын болса, бірінші шетелден емес, әрқашанда өзіміздің ішімізден жаңа діни басқарманың айналасындағы оқу орындарды көру керек. Бір айта кететін мәселе, бағана шет жағасын айтып кеттік қой. Мысалы, қазіргі таңда, мысалы, кейде естіп қалып жатамыз, әкесін кәпір дейтін, ағайын туысқандармен тамақтанбайтын, немесе ата-енесіне сәлем салмайтын, ата-енесіне шай құймайтын жандарды кейде естіп қаламыз да. Бұның барлығы шығу себебін сұрап қалсаң қайда? Немесе шетел асып кетіп жатқандар да бар. Мысалы үшін себептеріне қарайтын болсақ, жаңағыдай діни тәлім-тәрбиені немесе діни білімді дұрыс алмағандықтың себебінен, немесе дұрыс орнынан іздемегендіктің себебінен ғой. Сол үшін біз ата-аналар болып, әрине ел болып, осы жастарымыз діни білім алатындарға осы өзіміздің қара шаңырақтың айналасындағы медресе, колледж, университет және ұстаз уағызшыларды насихаттап, бағыттап отыратын болсақ, иншалла бұл дұрыс. Ал қалғандары
жарнамалар баршамызға белгілі адамды немесе отбасыны ойран қылып немесе қиындыққа тудыруы әбден мүмкін. Рахмет. Енді мынандай мәселеде адам академиялық білім алуға қанша уақыт жұмсауы мүмкін? Бакалаврға мысалы. Мынау енді қазіргі біздің Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіне қарайтын болсақ, бізде бакалавр жалпы 4 жылда аяқтайды. 4 жылда, 4 жылда аяқтау керек. Енді сұрап жатқан себебі мынандай да ағай. Шетелде мысалы Саудияда 15 жыл жүріп кетті, Египетте 20 жыл жүріп кетті деп біз біреуді жаңағыдай шейхқа балап атамыз да. Шын мәнінде ол 15 жыл не істеген болуы мүмкін? Осыған байланысты мен бір өзімнің бір азаматты көргенмін. Сіз айтқан сияқты Әл-Асқарда 11 жыл ма 12 жыл жүріп келген адам екен. Сосын кейін сұрап қарасақ, сөйтсек, бұл Әл-Асқардың жоғары білімін емес, жаңағы сол төмен көп екен ғой бұның. Бастауыш деңгейде, орта деңгейде, жаңағы сол ана мектеп деңгейіндегі білім беру жүйесін бітіре алмай, соның өзіне жоғары білімді ала алмай қайтып келеді. Келгеннен кейін қайда оқыдың дейді, мен Асқарда оқыдым дейді. Қанша жыл? 11 жыл мен Асқарда оқыдым дейді. Содан кейін ана Әл-Асқардың атын естігеннен кейін беделді университет қой енді бізде жалпы ислам әлемінде белгілі. Ой, мынау деген бір үлкен керемет ғұлама ғалым екен деп ойлайды жаңағы. Сондықтан да ол ұзақ жүру деген сөз ол бір білімділіктің көрсеткіші емес. Егер ол жерде мына бакалавриат, одан кейін келетіні магистратура деңгейі бар, магистратурадан кейін докторлық деңгейі бар. Егер ол доктор болып, сол докторлық деңгейге 15 жылда қол жеткізіп жатса, онда ол жерде білім бар, оған сенуге болады деген сөз. Ал енді жай ғана 11-15 жыл, 20 жыл жүріп келген деген сөз. Онда ол жерде бір үлкен мәселе бар деген сөз. Күллия санауилы жүре берген ол, колледжін оқып, подкурсты оқып жаңағыдай, сондай болып тұр. Бұл жерде қосып кетсе бола ма? Мына жерде мындай ғой, біз енді кейде көресің, мынау пәлен қанша жыл, 10 жыл оқып, 7 жыл оқып кетті. Жалпы ағамыз айтқандай, әрбір оқу орнының өзінің бір белгілі бір уақыты бар. 3 жылдық, 4 жылдық, 2 жылдық деген сияқты. Жалпы білім жүйесіне келетін болса, колледж мысалы үшін 3 жыл оқы, одан кейін 4 жыл, 7 жыл ма, одан кейін 2 жыл оқы, одан кейін жаңа 3 жыл оқы мейлі да. Жалпы санап келіп қарап 10 жылдың ішінде бәрін бітіресің да. Жалпы алып қараған уақытта. Енді келген уақытта сұрайсың ғой, сен не докторлық қорғап келдің бе, немесе магистрсың ба, кімсің десең, кейде естеміз, ештеңе емес та, ол университет бітірмеген адамдарды кейде естіп жатамыз да. Бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Біз білуіміз керек. Бағанағы мәселе ғой, біз жіберген уақытта жай ғана балдарымыздың өздігінен кеткен балдар ғой бұл жерде, көрдіңіз ба? Оны ешкім қадағаламайды, оны ешкім контроль жасамайды, ол барады да. Университетке түседі, мысалы университетке түскеннен кейін ең маңызды мәселе ол жерде не? Құжат алады. Сол жерде жүруге мүмкіндік алады ол. Сонымен ар жақ қарай ол құлап ақырында өзінің мысалы шаршайды ғой, қашан жүреді, 10 жыл, 15 жыл дегеннен кейін сөйтіп елге келетін азаматтар жоқ емес, кейде бар. Кейде мысалы үшін оқуда барған кезде мысалы басқа да бір мақсатта, жұмыс мақсатында баратындар бар. Соған жаңағыдай иқама дейді ғой, жергілікті уақытынша құжат дейді ғой, соны алып сонымен жүретіндер де бар мысалы үшін. Енді ол жерде себептер өте көп та. Сол үшін бұның барлығы неге бар? 10-15 жыл оқып ешқандай білімсіз келеді деген уақытта бұлар жаңағыдай дұрыс емес жолмен барған азаматтар негізі. Сол үшін де бұл жерде альхамдулилlah қазір мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жаңағыдай талаба қауымдастығы бар, баршамызға белгілі. Түркия елінде бар, Мысыр елінде бар. Сол жерде толықтай шәкірттерді сұхбаттасып, оларға бағдар беріп, олардың барынша тезірек білім алып, оқу орындарын тәмамдап, елге келіп қызмет жасауға насихаттап отырады. Және де дұрыс білім алуды да. Түрлі әр елдің өзінің мысалы үшін жалпы шариғатта бар дүние. Әл-фәтуа етағайыр бетағайыр заман әл-мәкан дейді. Фәтуа орынға, заманға, себепке, жағдайға байланысты өзгерсе тұратын дүние бұл. Көріп отырсыз. Сол үшін біз бір елдің болып жатқан жағдайын біздің елге алып келуге ешқандай несі жоқ, орын жоқ мәселелер ғой. Соның барын түсіндіріп отыратын осы жерде арнайы діни басқарманың өкілдері бар да. Кей кезде кейбір жандар бұларға бағынбайды. Көрдіңіздер ме? Сол кезде олар не істейді? Ана жерде мен өздерінің мақсатымен пәлен шайықтан білім алуым керек деп өзінің алдына бір жоспар қойып алады. Мен осы уақыт тапсырып бітіруім керек, мен хадис бітіруім керек дейді да. Ана жаңағы университеттің дипломын жаңағы иқамасын жаңағыдай рұқсат қағазына алады да, ар жақ қарай студентский билетін алады да, ар жақ қарай өзінің ұстазына барып сабақ алып жүреді. Осы жерде мен бір жігітпен кездестім да. 10 жыл Мединеде оқыған, 10 жыл Мединеде оқып, екеуміз кездестім да. Кездескенде айтты, бауырым, сен неге? Білесің, қазақ даласында Ханафи мазхабын ұстанады, Матурidi ақидасын ұстанады. Әрине, әр елдің өз ұлттық құндылықтары бар. Соны айтпайсың ба десем, дәке мен 10 жыл дейді, Хамбали оқыдым ғой дейді, көрдіңіз бе? Бұл айтқан уақытта кейбір жігіттер бағана
студенттер баратын кезде екі түрлі себеппен барады дедік қой. Біреу жаңағыдай қызығып шетелдеп баратын болса, екінші өзінің сол идеологиясына байланысты барады, көрдіңіз ба? Ол барғаннан кейін несі жаңағы ұйқаман уақытын алады, ар жақ қарай ол жаңағыдай өзінің терең білімін шыңдай береді, көрдіңіз ба? Бұның зияны қандай? Елін бітіріп келген, елге келген уақытта түсінбеушілер сол кезде пайда болуы әбден мүмкін. Фитнес шығарады дейсіз ғой. Әбден мүмкін. Саудияда мынандай болады, Түркияда мынандай болады деп киімін киіп кеп, Келеді, тамағын дәріптеп жаңағы идеологиясын алып келеді, иә. Енді мынандай мәселеде бізде жасыратын жоқ, шетелдік мынау түрлі ағымдарға еріп кеткен, отбасыларымен кеткен азаматтар болды. Жасыратын жоқ. Енді осы университеттің де екеуіңізге де тікелей қатысты сұрақ, медресенің де шәкірттерінің ішінде жалпы осы діни ағымға кіріп кеткен, қарулы қақтығыстарға жихад деп жалаулатып, өкінішке орай шетел асып кеткен азаматтар болды ма практикаларыңызда? Енді шыны керек, мен медреселерден мен ондай байқаған жоқпын. Маңдай бір мәселе ғой. Жаңағы жалпы медреселерде біздің ең бірінші тірлігіміз, біздің ең бірінші жұмысымыз деп айтатын болсақ, бұл шәкірттерге ең бірінші дұрыс діни тәлім-тәрбие беру. Өйткені шәкірттер келген уақытта олар бос болып келеді ғой, ештеңе жоқ. Ол діни салада олар лайқанда бос бір ыдыс секілді келеді. Ар жақ қарай олардан бөжем жасаймыз. Сол біздің жұмысымызда бірінші мәселе оларға не Құранды, хадисті дұрыс түсіндіру. Өйткені қазір діни ағымдардың көпшілігі шығып жатқан себепті оқитын бір Құран, оқитын бір хадис, бірақ та түсінігі әртүрлі, көрдіңіз бе? Сол үшін дұрыс түсінік қалыптастыру үшін бұларды өзіміздің ата-бабаларымыздың ұстанып келе жатқан бағыт-бағдармен түсіндіреміз, ең бірінші мәселе. Және де одан кейінгі мәселе өзіміздің ұлттық құндылықтар міндетті түрде дәріптеледі. Және де бұл жерде ескерілетін мәселе әртүрлі ағымдардың бейнелері, олардың сипаттары және олардың жаңа қалай айтсам болады, олардың зияны, олар не қылады, мысалдармен келтіріліп, оларға айтылып отырады. Сол себепті біздегі бітірген шәкірттердің баршасы деп айтып, көпшілік басымы осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанындағы мешіт медреселерге қызметке барады. Болмаса жаңағы осы еліміздегі осы Қожа Ахмет Яссауи университетінің шәкірттеріміз бар, Нұр-Бараққа немесе басқа да оқу орындарына не қылады, өз қалаған оқу орындарына түседі. Олардың ішінде шетел асып жаңағыдай өзіңіз айтпақ жихад деп кеткендерді мен өз өмірімде мен байқаған жоқпын. Алайда сол себепті біз не істейміз, барынша сондай жағдай болмасын деп барынша жұмыс жасаймыз. Шәкірттер оқу бітіріп кеткеннен кейін де олардың қайда жұмыс жасап жатқанын, не істеп жатқандығы жайында, егер сәл өмірлерінде сәл бір қалай айтсам болады, шалыну, сүріну деген сияқты нәрселер болатын болса, оларға барынша ескертіп, оларды дұрыс бағыт немесе оларға дұрыс насихат айтуға тырысамыз әрқашанда. Сізде? Енді жалпы мынау қазіргі осы өзім жұмыс қызмет жасап жатқан Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің дінтану мамандығын бітіріп, жалпы осы біздің шәкірттеріміздің, түлектеріміздің арасында ондай әртүрлі радикалды діни бағыттарға, сондай бір экстремистік әрекеттерге барған туралы ешқандай мәлімет жоқ, ондай жоқ, шүкір Құдайға. Олай болмауы да керек. Неге? Себебі біздің университетімізде жалпы Қазақстандағы барлық мына жоғары оқу орындары бар, мына медресе жаңа өзіңіз айтып отырған барлығы, бәріміз бір бағытта осы ханафи матуридилік, жалпы өзіміздің мынау қазақ мұсылмандығы, жалпы өзіміздің дәстүрлі діни танымға сәйкес білім берілгендіктен ол балдарда белгілі бір деңгейде иммунитет бар. Олар ақ пен қараны ажырата алады. Яғни олардың сауаттылық деңгейі жоғары. Оған арнайы пәндер бар, бізде курстар бар. Қай ағым қайдан шықты, бұл жердегі жаңағы негізгі мәселелер қай жерлерде туындайды деген. Мынау енді өзі теология деген діндегі ең бір нәзік сала ғой, шыны керек. Қазір өз біздің мынау елімізде байқап отырсаңыздар, жаңа әңгімеміздің де арасында айтып отырмыз, көптеген проблемалар осы шетелде білім алып келген азаматтардан шығып жатқан жасырын емес. Өйткені олар барады, жаңағы бейресми жолмен шығып кеткен күмәнді жерлерден белгілі бір жаңағы өздері бір ілімді алады. Ал ол жерде қандай? Ол хужра дейміз, марказ дейміз, атын қалай айтсақ та, олар өздерінің діни танымын ана барған біздің азаматтың санасына сіңіріп жібереді, идеологиясын. Ол жерде қалай? Біздікі дұрыс, басқаныкі дұрыс емес деген түсінікпен келеді ғой. Келгеннен кейін жаңа сіз айтып отырған сияқты да, сол жергілікті өзіміздің салт санамен, діни таныммен үйлеспегеннен кейін жаңағыдай мәселелер туындайды. Түсінбеушіліктер пайда болып жатады жаңағы. Сондықтан да осы мынау біздің жас азаматтарды әсіресе осы шетелге діни білім алуға баратын кезде әбден жаңағы таразылап барып, ойланып барып шығу керек жаңа. Бұл жерде енді ата-аналар бар, жаңағы мынау осы
құзырлы органдарымыз бар, өзіміздің сол жерлермен ақылдасуы керек. Қарап отырсаңыздар, қазір сол шетелге шығудың біз енді оны тоқтата алмаймыз. Қазақстан біз енді ашық елміз ғой, шыны керек. Ашық мемлекет, біз жабық емеспіз. Олар туристік визамен ақ шығып кетеді де, ары қарай заңсыз жолдармен де қалып қояды, егер анық сондай шетелде білім алам деген ниеті болса, қалғысы келсе. Бірақ келген кезде мәселе туындайды. Ол мейлі, жарайды, ол жақтан әртүрлі жаңағыдай радикалды идеологиямен келмей ақ қойсын. Бірақ соның өзінде келген кезде ертең оның жұмысқа орналасуы да бір мәселе туындайды. Себебі бізде мынау қазір Қазақстанның өзінің белгілі бір жаңа заңы бар. Шетелде білім алып келген азаматтардың біз дипломын тану, нострификация мәселесі бар. Сол кезде егер жаңағы біздің елде мойындалмайтын жерлерден алып келген құжаттар, ондайлар көп кездесіп жатыр да бізде жаңа. Сол кезде жұмысқа тұруы да қиындай түседі. Ол жағында есепке алу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мынау алғашқы мынау базалық деңгейдегі білімді, діни білімді, тақырыбымыз сол ғой енді бүгінгі біздің, діни білімді өзіміздің елімізде алу керек. Оған барлық мүмкіндіктер жасалған. Басқа жақта айтпағанда, қазір мына біздің Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университеті теология факультетінде жылда университет мына мемлекеттің бөлетін грантынан бөлек, мемлекеттің өзі де бізге үлкен қолдау көрсетіп отыр қазір. Көптеген гранттар бөледі, ислам тануға, дін теология бағытына. Соның өзінде бізде университетте ішкі гранттарымыз бар. Квота деп айтылады. Ол 50 грант тұрақты түрде өкілетті кеңеспен ресми түрде бекітілген. Ол өзгермейді. Теология факультетіне бөлініп отырады. Сондықтан оқимын десе осындай тегін оқудың да мүмкіндіктері бар. Ана грантқа түсе алмай қалғандарға бұл да бір мүмкіндік. Келесі бір мынау мектеп оқушылар, мына мектепті енді бітірейін деп жатқан жас түлектерге біз жылда сәуір айында дінтану пәндік олимпиадасын ұйымдастырамыз. Сол жерде бірінші, екінші, үшінші орын алған оқушыларға біз 10 грантты таратамыз. Осындай мүмкіндіктер өте көп. Ал енді одан басқа да бір жаңағы шетелге бір аңсар ауып тұрған азаматтарға қазір академиялық еркіндік берілген университеттердің барлығына. Қазір барлық жер ашық. Тек жаңағы сол ресми жолмен барса болды. Бізде мынау бірлескен білім беру бағдарламалары бар. Қос дипломдық деген бағдарлама бар. Міне осылардың аясында барып сол шетелде білімін көтеріп келе беруге болады. 2 жыл сонда оқиды, 2 жыл өзімізде оқиды. Не болмаса 1 жыл анда, 1 жыл мұнда бүкіл жағдай оған қарастырылған. Сондықтан да жаңағыдай діни білім алатын кезде ойланып, ондай жаңағы әлеуметтік желідегі әртүрлі күмәнді жарнамаларға ермей, бірінші өзімізден бастаған дұрыс. Ал енді білімімді көтерем, бір тәжірибе болсын деген мақсатта болса, онда ол мынау магистратура және докторантура деңгейінде шыққаны дұрыс. Екеуіңіздер қазір шәкірт тәрбиелеп отырсыздар ғой. Медреседе 1000-нан астам, сіздерде де факультетте құдайға шүкір әр жыл сайын жүздеген шәкірттер бітіріп жатыр. Қаншама жылдан бері осы ұстаздық бағытта жұмыс жасап келе жатсыз. Қазір жастардың тілімен айтқанда лайфхак деген термин бар. Екеуіңізге де осы сұрақты қойғым келеді. Діни білім ізденуші жастарға қандай лайфхак айтар едіңіздер? Діни білімді жылдам алудың, тиімді алудың, дұрыс алудың бір кемін дегенде 3 лайфхак дейміз ғой жаңағы. Негізгі пункттарына тоқталып кетіңіздерші. Енді білім алған кезде ең бірінші мәселе, бағана сөзімізде осы тақырыптың аясында ғой, дұрыс орын таңдау керек. Ең бірінші адам дұрыс орын таңдау керек. Және де дұрыс енді орын болғаннан кейін ол дұрыс орын деген біз әрине діни басқармаға қарасты оқу орындар және діни басқарманың ұстаз имамдары. Кейінгі мәселе адам таңдаған білімін жақсы көру керек қой. Кейінгі мәселе білімде адам тек оқу керек қой. Өйткені білім қайталаумен ғана мықтыланады. Оқумен ғана ол күшейеді. Сіздің айтар ұсынысыңыз қандай жастар? Мен мынау жоғары білім беру жүйесіне қатысты айтайын. Жалпы біздің енді университеттегі шәкірттерге айтатыным, ең бірінші мәселе, егер дін саласында маман болам дейтін болса, онда мынау смартфоннан, әлеуметтік желіден алыстыру керек. Кітап оқуды әдетке айналдыру керек. Кітапсыз, кітап оқымай терең білім иесі болу мүмкін емес. Екінші, табандылық керек бұл жолда. Табандылық көрсетпесе, нәтижеге қол жеткізе алмайды. Қалған дағдыларды, қалған жаңағы құзыреттіліктерді ол университетте ол береді, үйретеді. Өмір ағымына қарай бейімделе береді дейсіз ғой. Рахмет, енді екеуіңізге де үлкен алғысымызды білдіремін, бірақ бізде бір айдар бар, блиц сұрақ деген. Жылдам сұрақ, және оған 1-2 сөзбен ғана нақты жауап бере кетсеңіздер. Енді мен
Сізден бастайық, төрде отқан алыстан келген қонағымызсыз. Жалпы Смановтар десек, ол сөзсіз марқұм Әбдіғаппар Сманов, Әбсаттар Сманов ғалым тұлғалар есімізге түседі. Сіздердің отбасыларыңыздағы үлкен діни рухани династия бәріміздің көз алдымызға және Сарыағаш медресе колледжі түседі. Осы династияның бір өкілі ретінде және бүгінге 1000 шәкірттің ұстазы болып жүрген Дінмұхаммед Смановтың жүрегіне ең жақын Құрандағы 3 сүре немесе 3 аят қайсысы? Әрине Құранның бәрі жүрегімізге жақын. Көп оқитын сүрем ол Аср сүресін өте көп оқимын. Құл хуаллаху ахад сүресін өте көп оқимын. Және де инна аътайнакал каусар сүресін өте көп оқимын. Қысқа сүрелерді көп оқиды екенсіз, Өйткені себебі ол Аср сүресі шыны керек адам оқыған уақытта оның мағынасы белгілі. Адамдар өзіне өте адамдар зиянды екендігін, кімдер зиянды емес екендігін, сол зияндағылардан болмайық деп оны көп оқимын. Кәусар сүресі білесіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға түскен сүре, пайғамбарымыздың ұрпағы жоқ деген кезде түскен сүре, сол үшін ол сүрені мен көп оқимын. Ықылас сүресі баршамызға белгілі, Алла субханаху ва тағала бірлейтін, пәктейтін ұлы Құранның 3-1-не келетін сүре. Әрине Құранды мен шыны керек Құран жаттағаннан кейін күнделікті 3 пара Құраным Аллаға шүкір бар. Жатқа оқитын, қарап оқитын, алайда соның ішінде өзім жиі оқитын сүрелердің бірі осы 3 сүре. Рахмет. Жаңа Сұлтанмұрат аға өзіңіз айттыңыз, студент адам смартфонды кітапқа айырбастау керек деп. Сұлтанмұрат декан күн сайын жалпы соңғы оқыған кітабыңыз қандай жалпы? Мынау енді мен соңғы 4-5 айдың жүзі болды. Теология факультетіне келгеннен кейін дін тақырыбына қайтадан сол жаңағы білімімді жаңалап жатқан жағдай бар. Сондықтан мен қазір Яссауи философиясы деген Досай Кенжетайдың кітабын қарап отырмын. Содан кейін соңғы рет осы қолыма тәңіршілдік туралы жазған өзіміздің жаңағы азаматтардың кітабы келіп түсті қолыма, соны қарап жатырмын. Рахмет. Дінмұхаммед Сманов күн сайын қандай кітап оқиды? Әдеби кітап болса. Әдеби кітап болса. Енді біз шыны керек көбінше діни салада болғаннан кейін, осы жұмысымыз, осы теологиялық жұмыстар болғаннан кейін, біз осы фиққа, ақидаға байланысты кітаптар өте көп оқимыз. Және заманауи фиқ дейді, онда көп қараймыз. Өйткені бұл біздің күнделікті өзіміздің жұмысымызға, өзіміздің кездесулерге өте көп пайдасын тигізгеннен кейін көбінше осы кітаптарға біз көңіл бөлеміз. Фиқ негіздері, фиқ ережелері деген кітаптар қатты көңіл бөлеміз. Сұлтанмұрат Абжалов теолог болмағанда кім болар еді? Әскери адам болатын шығар. Әскери адам. Дінмұхаммед Сманов имам болмағанда кім болар еді? Осы имам болмағанда осы діндар адам болатын еді ғой. Дін саласындағы азамат болатын. Енді осы орайда ең бірінші бұл тәуелсіздік алмай жатып 1991 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде теология, еркін ойлау деген мамандық ашылған. Тәуелсіздік алмай жатып. Енді осының бір тарихына тоқтала кетейікші. Ашылу тарихы, оның бүгінгі хал жағдайы қандай, және оның ашылуына не түрткі болды, не себеп, не фактор әсер етті деген мәселеге тоқтала кетсек. Мынау енді жалпы өздеріңіз де білесіздер ғой, осы біздің елімізде дін саласындағы мынау діни білім беру саласындағы жалпы жаңғыру осы егемендік алғаннан кейін басталды. Одан берді бір талай жыл өтті, бірақ жаңа өзіңіз айтып отырғандай, мынау Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде осы Қазақстандағы ең алғашқы дінтану кафедрасы пайда болды. Теология және еркін ой тарихы деген. Бұл мамандықты сол кездегі енді университетті басқарған басшылардың көрегендігі шығар. Мүмкін жаңағы ол жағындағы тарихын мен терең біле бермеймін. Бірақ сол кафедраның түлегі ретінде, сол жаңағы 2002 жылғы түлегі боламын сол дінтану кафедрасының. Сол кафедраның түлектері қазіргі кезде республиканың түпкір-түпкірінде жалпы жаңағы көптеген жерлерде осы маман болып, осы дін мәселесіне жауапты сондай тұлғалар болып қызмет етіп жатқан жағдайы бар. Мынау 2021 жылы біздің осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінде бір үлкен жаңалық болды деп айта аламыз. Теология факультеті құрылды. Әрине ол жаңа өздеріңізге айтып отырғандай бір тақыр жерден құрылған факультет емес. Оның тарихы тереңде. Сонау 91 жылда жатыр. Бұл факультеттен осы жерде адамның еңбегін айтып бағалау керек. Жаңағы оны біздің өзіміздің жаңағы профессор, доктор Досай Кенжетай
өздеріңізге белгілі танымал дінтанушы ғалым. Соның қажырлы еңбегінің арқасында және қазіргі университетіміздің ректоры мынау Жанар Амангелдіқызының қолдауымен факультет қалыптасты. Факультеттің қазіргі жағдайына келетін болсақ, 3 кафедрасы бар. Дінтану, теология және философия деген 3 кафедраны қосып отыр. Мынау студенттерінің саны да, білім алушыларының саны да жылдан жылға өсіп келе жатыр. Сондай-ақ факультетімізде осы кезде шетелден 5 мысалы түркиялық профессор жұмыс істеп отыр. Және ол бізде жылда ол түркиялық профессорлар келіп отырады. Оның бір үзіліп қалған кез болған емес. Сонымен қатар біздің факультетте мынау өзіміздің түлектеріміз, жаңа шетелдегі білім алу туралы айтып қалдыңыздар, Сауд Арабиясы деп, басқа деп. Міне Түркияда PhD докторантурасын бітіріп келіп, жаңағы қазір осы жергілікті кадрларымыз, жергілікті мынау ғалымдарымыздың легі қалыптасты. Жалпы 70% ғылыми дәрежелік бар қазір біздің факультетімізде. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңа шетелде осы бәрі неге сол жаққа кетеді деп. Енді жастар ғой, жалпы жастардың барлығы, бәріміз де жас болдық. Шетелге шығып білім алу, ел көру, жер көру ол барлық жастың арманы. Бірақ дегенмен осы жерде бір айта кететін мәселе, әсіресе мынау дін саласында кішкене сақтық жасау керек. Себебі ол шетелде күмәнді жаңа діни білім беретін орталықтар өте көп. Сондықтан да мынау ресми жолмен барған дұрыс болады бұл жерде. Оның ең оңай жолы қазір мысалы кез келген университет, мынау әлеуметтік желі бар бізде, жалпы интернет деген бар жаңағы. Сол жерден университеттердің рейтингісіне қараса да, қандай университеттер аккредитациядан өткен. Немесе біздің жалпы мынау мемлекетімізбен мемлекетаралық келісімшарт орнаған елдер бар, жаңағы арнайы ресми құзырлы органдардың тізімінде рұқсат етілген жоғары оқу орындары бар, жаңағы барып білім алатын. Сондай жерлерден барып білім алу керек. Ал енді мынау жаңағы әртүрлі әлеуметтік желілердегі жарнамалар бар, басқа бар, анадан естідім, мынадан естідім деп барып жатса, кейбір күмәнді хужра дейді, марказ дейді, небір жамағаттар бар, жаңағы бір тарихаттардың нелері бар, сондай жерлерге түсіп кетсе, ол енді үлкен мәселе. Сондықтан да бұл жерде қазір бізге, менің өзімнің енді ойым, жалпы қазір шетел асып діни білім алудың қажеттілігі шамалы деп ойлаймын. Себебі қазір өзіміздің елімізде мына соңғы 30 жылдан астам уақыт болды. Біз жеткілікті деңгейде кадрларымыз да бар, мамандарымыз да бар, дін саласындағы жоғарғы оқу орындарымыз да бар. Жаңа өзіңіз айтып отырған мынау мешіт, медреселер, медресенің өзінен қазір бізге университетке жоғары білімге келуге мүмкіндік бар. Қысқартылған түрде оқиды, 3 жыл оқиды. Сондықтан да осындай мүмкіндіктерді пайдалану керек. Енді жалпы діни сауаттылығын көтеремін деген адамға қазір біздің елде барлық жағдай жасалған. Сондықтан да жаңағы тағы да қайталап айтамын, ол сырттан діни білім іздеп барудың қажеттілігі шамалы. Алғашқы іргетасты қалағаннан кейін де алса үлгереді дейсіз ғой, жалпы магистратура, докторантура деген секілді. Енді жаңа діни білім деп қалдық қой. Енді тәуелсіз Қазақстанның дін руханият саласында Сарыағаш медресесінің жалпы қазір енді колледж статусын алған үлкен орны бөлек. Жыл сайын жүздеген шәкірттерді тәрбиелеп шығарып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіттерін имамдармен, наиб имамдармен, ұстаздармен қамтамасыз етіп келе жатсыздар. Өзіңіз айтқандай университетке, жоғары білімге олар баулып жатсыздар. Енді осы Сарыағаш медресе колледжінің кішкене тарихына тоқталып өтіңізші. Оның ашылуының өзі де жаңағы біз айтқандай кеңес үкіметінің кезеңінен басталады. Не қажеттілік болды деген ой келмей ма құдайсыздық заманында? Енді өте орынды сұрақтың бірі. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Өзбекстанда тәлім алады ғой. Өзбекстанда тәлім алған кезде сол жерде енді әртүрлі жас балдар ғой енді. Өзбек ұлтының балдары болады, тәжік ұлтының балдары болады. Сонда ана жерде жастардың арасында бөлімшілік байқалады ғой. Сонда әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Алла амандық берсе, елге барсам, ұлтқа ұлысқа бөлінмейтін, елге қызмет жасайтын үлкен бір оқу орын салам деп ниет қылады ол кісі. Алайда атамыз, Шәкір Ешен атамыз Алла рахмына бөлесін, әкемді 2 жыл оқыған деген сен болды, ғалым болды деп әкетіп қалады ғой. Ол оқымайсың деп. Сонымен әкем елге келген уақытта, арадан көп уақыт өтпей, әкемізді Ауғанға кетеді. Армияға, әскерге алып кетеді Ауғанға. Сөйтіп сол жақта ол кісі 2 жыл болады. 2 жылдан келгеннен кейін атамыздың жанында, атамыздың нишан кісі болған, шәкірт тәрбиелеген, Алла рахымына бөлесін, сол кісінің жанында бірге қызметте болады. Мешіттің алдында, айналасында. Бірақ әкеміздің арманы сол қазақтың қара көзді қыздарын оқытамын, немесе қазақ елінің ұл қыздарын оқытамын деген арманы бар ғой.
кішкентай кезінде сол нәрсеге ол кісі ниеттенеді, әкесіне келеді: әке, маған бір оқу орнын салып беріңіз. Әкесі сұрады: балам, оқу орнында қайтесің? Ол жүк ауыр, оның жауапкершілігі жоғары, сен имамдық қыл. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, және келеді: әке, салып беріңіз. Әкесі жаңағы атамыз жаңағы сөз айтады: ей балам, қайтесің? Жүк ауыр деп. Бәрібір енді әке болғаннан кейін балаға жаны ашиды екен да. Жанашырлық қой енді ол. Үлкен жүкті алып қиналып қаласың балам деген сөз ғой. Сонда бір жағынан баласын сынағысы да келді ма әкемізді. Қайта әкеміз алдына барып қоймағаннан кейін: балам, бір шартым бар дейді. Бір шартым бар. Егер сен сол шартты орындайтын болсаң, мен салып беремін дейді. Әке, шартыңызды айтыңыз, қуанып кетеді. Сөйтеді: бірақ балдарды тегін оқытасың дейді. Бір тиын ақша алмайсың дейді. Әкеміз сұрады: болды әке дейді, шарт сол болса болды. Арадан көп ұзақ уақыт өтпестен 89 жылы адаспасам, 89 жылы енді медресе құрылысына атамыз ақша берді. Ол кісі ишан болады, ол кісінің шәкірттері болды. Сонда 1989 жылы құрылыс алғашқы басталып, 1991 жылы тәуелсіздікке бітеді медресе. Алланың қалауымен. Бұл жердегі мәселе медресенің негізгі ашылудағы себеп сол әкеміздің үлкен бір табандылығының арқасында ғой. Әкесінің алдына келіп салып берің деп. Әрине салған негізі сол Шәкірхан атамыз. Енді бұл жерде бір айта кететін мәселе, Сарыағаш медресе колледжі алғашқы құрылысы ешқандай қаражатсыз салынған. Халықтың өзі келіп, халықтың көмегімен, жамағаттармен келіп салынған медресе. Ал енді Сарыағаш медресе колледжі 91 жылы Сарыағашта медреседе сол тәуелсіздіктен алдында балдар келіп оқитын сол жерде. 15-20 бала келіп тәлім алатын. Алайда сол медресе құрылғаннан кейін балдар көбейіп 1995 жылы Аратбек Қажы Нысанбай ұлы Хазірет атамыздың бастауымен сол кезде ол кісі муфти болды. Хазірет, Алла разы болсын, сол кезде алғаш медресе ашылған сол кезден бастап. Содан бастап Совет үкіметінен бастап балдар оқып келе жатыр ғой. Міне бүгінгі таңда Аллахқа шүкір сол жерде қазір 1000-ға жуық шәкірт тәлім алады. Аллахқа шүкір ол жерде жаңа ағамыз айтқандай барынша шәкірттердің біз білімін қолымыздан келгенше, шәкірттің қабілеті, күш құдірет жеткенше білім беруге тырысамыз. Мақсат не деген уақытта жаңа сөз барысында қозғалды: шетелде білім алу. Шетелде білім алу, былай айтқанда мода деп айтсақ та болады. Шетелде білім алуға жастар жаңа ағамыз айтқандай қызығушылықты танытады. Мысалы үшін қайда оқисың, мысалы Түркияда оқимын, қайда оқисың, пәлен жерде оқимын деп айту да жастар арасында мүмкін абырой беделде болуы мүмкін. Бірақ білім кейде кейінгі орында тұруы мүмкін. Немесе кейде жастардың арасында мысалы не болуы мүмкін: шетелде білім алу, немесе өзінің жаңа ағым, өзінің ұстанымына байланысты болуы мүмкін да. Мысалы Түркияда мысалы үшін оқуы мүмкін, Саудияда оқуы мүмкін, ол ұстанымына байланысты оқуы мүмкін да. Сол үшін біз шәкірттермен үнемі жұмыс жасаймыз. Шәкірттердің барынша осы елде білім алуына ықпал етеміз. Және соған не қыламыз, соған жараса оларды кездесулер ұйымдастырамыз. Енді жастардың жаңа айтқандай шетелде білім алғысы келеді, түрлі себептермен дедік қой. Сол үшін ол жердегі шәкірттердің кейде сұрақ жауап болған уақытта араб тілін үйренгіміз келеді дейді, терең үйренгіміз келеді дейді. Терең араб тілі курсын ашып қойдық. Біреу Құран үйренгіміз келеді дейді. Құран үйретіп қойдық. Ал енді ар жақ қарай жоғары оқу оқимын дегендерге Алхамда Нұр Мүбарак университеті бар, Қожа Ахмет Яссауи бар. Мысалы үшін дінтану жаңағы мамандығы бойынша дәріс беретін 9-ға жуық бізде үлкен оқу орындар бар. Сол жақтарға біз не бағыттап жастарымызды отырамыз. Енді бір мәселе ғой. Қазіргі мына заманда біз барынша жастарымызды осы елдің ішінде өзіміздің ата-бабамыздың ұстанып келе жатқан дәстүр ханафи мазхабы матурidi ақидасы дейді ғой. Соған қос ұлттық құндылықтар бар. Әрбір ұлттың, әрбір елдің. Бұны солар терең оқытқаннан кейін ресми орындармен, мысалы діни сала болса, діни басқарма тарапынан, мысалы үшін егер де мысалы үшін діни басқарманың муфтияттың басқа өзге Түркия мемлекетімен, немесе Мысыр елді мекенімен мысалы үшін меморандум отырған оқу орындар бар. Солар арқылы баратын болса, ең дұрыс жол сол деп ойлаймын да. Әркім өзі бара беретін болса, ол жақтарда мен өзім шетелде оқыдым ғой. Шетелде оқыған кезде сізді кім күтіп алады, сізді кім қабылдап алады білмейсіз ғой. Көрдіңіз бе, сізді кім қай ұстазға апарады? Ол жақтар ағым деген өте көп та. Былай айтқанда жеке өзіңіз баратын болсаңыз, немесе ұлыңызды, қызыңыз жеке өзін жіберетін болсаңыз, ол жерде үлкен қауіп қатерге жолығуы әбден мүмкін. Ертең балам оқып келді, білімді деп қабылдап алатын болсаңыз, қарасаңыз білім ұлыңыз, қызыңыз өзіңізге қарсы, ұлтыңызға қарсы, еліңізге қарсы кейде сондай бір бөлек бір тұлға, бөлек бір адам болып келуі әбден мүмкін да. Сол үшін осы жерде қатты көңіл бөлу керек. Өзіңіз айтқандай университетке, жоғары білімге олар баулып жатсыздар. Енді осы Сарыағаш медресе колледжінің кішкене тарихына тоқталып өтіңізші.
Оның ашылуының өзі де жаңағы біз айтқандай кеңес үкіметінің кезеңінен басталады. Не қажеттілік болды деген ой келмей ма құдайсыздық заманында? Енді өте орынды сұрақтың бірі. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Өзбекстанда тәлім алады ғой. Өзбекстанда тәлім алған кезде сол жерде енді әртүрлі жас балдар ғой енді. Өзбек ұлтының балдары болады, тәжік ұлтының балдары болады. Сонда ана жерде жастардың арасында бөлінушілік байқалады ғой. Иә. Сонда әкеміз Алла өміріне береке берсін, 17 жасында Алла амандық берсе, елге барсам, ұлтқа ұлысқа бөлінмейтін, елге қызмет жасайтын үлкен бір оқу орнын саламын деп ниет қылады ол кісі. Алайда атамыз, Шәкір Ешен атамыз Алла рахмына бөлесін, әкемді 2 жыл оқыған деген сен болды, ғалым болды деп әкетіп қалады ғой. Ол оқымайсың деп. Сонымен әкем елге келген уақытта, арадан көп уақыт өтпей, әкемізді ауғанға кетеді. Армияға, әскерге алып кетеді ауғанға. Сөйтіп сол жақта ол кісі 2 жыл болады. 2 жылдан келгеннен кейін атамыздың жанында, атамыздың нишан кісі болған, шәкірт тәрбиелеген Алла рахымына бөлесін, сол кісінің жанында бірге қызметте болады. Мешіттің алдында, айналасында. Бірақ әкеміздің арманы сол қазақтың қаракөз ұл-қыздарын оқытамын, немесе қазақ елінің ұл-қыздарын оқытамын деген арманы бар ғой. Кішкентай кезінде сол нәрсеге ол кісі ниеттенеді, әкесіне келеді. Әке, маған бір оқу орнын салып беріңіз. Әкесі сұрады, балам, оқу орнында қайтесің? Ол жүк ауыр оның. Жауапкершілік жоғары. Сен имамдық қыл. Әкеміз Алла өміріне береке берсін, және келеді. Әке салып беріңіз. Әкесі жаңағы атамыз жаңағы сөз айтады. Ей, балам, қайтесің? Жүк ауыр деп. Бәрібір енді әке болғаннан кейін балаға жаны ашиды екен да. Жанашырлық қой енді ол. Үлкен жүкті алып қиналып қаласың балам деген сөз ғой. Сонда бір жағынан баласын сынағысы да келді ме әкемізді. Қайта әкеміз алдына барып қоймағаннан кейін, балам, бір шартым бар дейді. Бір шартым бар. Егер сен сол шартты орындайтын болсаң, мен салып беремін дейді. Әке, шартыңызды айтыңыз, қуанып кетеді. Дейді, бірақ балдарды тегін оқытасың дейді. Бір тиын ақша алмайсың дейді. Әкеміз сұрады, болды әке дейді. Шарт болса болды. Арадан көп ұзақ уақыт өтпестен 89 жылы адаспасам, 89 жылы енді медресе құрылысына атамыз ақша берді. Ол кісі ишан болады, ол кісінің шәкірттері болды. Сонда 89 жылы, 1989 жылы құрылыс алғашқы басталып, 1991 жылы тәуелсіздікке бітеді медресе. Алланың қалауымен. Бұл жердегі мәселе медресенің негізгі ашылуындағы себеп сол әкеміздің үлкен бір табандылығының арқасында ғой, әкесінің алдына келіп салып берің деп. Әрине салған негізі сол Шәкір Ешен атамыз. Енді бұл жерде бір айта кететін мәселе, Сарыағаш медресе колледжі алғашқы құрылысы ешқандай қаражатсыз салынған. Халықтың өзі келіп, халықтың көмегімен, жамағаттармен келіп салынған медресе. Ал енді Сарыағаш медресе колледжі 91 жылы Сарыағашта медреседе сол тәуелсіздіктен алдында балдар келіп оқитын сол жерде. 15-20 бала келіп тәлім алатын. Алайда сол медресе құрылғаннан кейін балдар көбейіп 1995 жылы Аратбек Қажы Нысанбай ол Хазірет атамыздың бастауымен сол кезде ол кісі муфти болды. Хазірет Алла разы болсын, сол кезде алғаш медресе ашылған сол кезден бастап. Содан бастап Совет үкіметінен бастап балдар оқып келе жатыр ғой. Міне бүгінгі таңда Аллахқа шүкір сол жерде қазір мыңға жуық шәкірт тәлім алады. Аллахқа шүкір ол жерде жаңа ағамыз айтқандай барынша шәкірттердің біз білімін қолымыздан келгенше, шәкірттің қабілеті, күш құдірет жеткенше білім беруге тырысамыз. Мақсат не деген уақытта жаңа сөз барысында қозғалды, шетелде білім алу. Шетелде білім алу, былай айтқанда мода деп айтсақ та болады. Шетелде білім алуға жастар жаңа ағамыз айтқандай қызығушылықты танытады. Мысалы үшін қайда оқисың, мысалы Түркияда оқимын, қайда оқисың, пәлен жерде оқимын деп айту да жастар арасында мүмкін абырой беделде болуы мүмкін. Бірақ білім кейде кейінгі орда тұруы мүмкін. Немесе кейде жастардың арасында мысалы не болуы мүмкін? Шетелде білім алу, немесе өзінің жаңа ағым өзінің ұстанымына байланысты болуы мүмкін да. Мысалы Түркияда мысалы үшін оқуы мүмкін, Саудияда оқуы мүмкін, ол ұстанымына байланысты оқуы мүмкін да. Сол үшін біз шәкірттермен үнемі жұмыс жасаймыз. Шәкірттердің барынша осы елде білім алуына ықпал етеміз. Және соған не қыламыз, соған жараса оларды кездесулер ұйымдастырамыз. Енді жастардың жаңа айтқандай шетелде білім алғысы келеді, түрлі себептермен дедік қой. Сол үшін ол жердегі шәкірттердің кейде сұрақ жауап болған уақытта араб тілін үйренгіміз келеді дейді, терең үйренгіміз келеді дейді. Терең араб тілі курсын ашып қойдық. Біреу Құран үйренгіміз келеді дейді. Құран үйретіп қойдық. Ал енді ар жақ қарай жоғары оқу оқимын дегендерге альхамдулилlah Нұр-Мүбарак университеті бар, Қожа Ахмет Яссауи бар, мысалы үшін дінтану жаңағы мамандығы бойынша дәріс беретін 9-ға жуық бізде үлкен оқу орындар бар. Сол жақтарға бізде
бағыттап жастарымызды отырамыз. Енді бір мәселе ғой. Қазіргі мына заманда біз барынша жастарымызды осы елдің ішінде өзіміздің ата бабамыздың ұстанып келе жатқан дәстүрлі ханафи мазхабы матурidi ақидасы дейді ғой. Соған қос ұлттық құндылықтар бар. Әрбір ұлттың, әрбір елдің. Бұны солар терең оқытқаннан кейін жаңа ресми орындармен, мысалы діни сала болса, діни басқарма тарапынан, мысалы үшін егер де мысалы үшін діни басқарманың муфтияттың басқа өзге Түркия мемлекетімен, немесе Мысыр елді мекенімен мысалы үшін меморандум отырған оқу орындар бар. Солар арқылы баратын болса, ең дұрыс жол сол деп ойлаймын да. Әркім өзі бара беретін болса, ол жақтарда мен өзім шетелде оқыдым ғой. Шетелде оқыған кезде сізді кім күтіп алады, сізді кім қабылдап алады білмейсіз ғой. Көрдіңіз ба? Сізді кім қай ұстазға апарады? Ол жақтар ағым деген өте көп та. Былай айтқанда жеке өзіңіз баратын болсаңыз, немесе ұлыңызды, қызыңыз жеке өзін жіберетін болсаңыз, ол жерде үлкен қауіп қатерге жолығуы әбден мүмкін. Ертең балам оқып келді, білімді деп қабылдап алатын болсаңыз, қарасаңыз білім ұлыңыз, қызыңыз өзіңізге қарсы, ұлтыңызға қарсы, еліңізге қарсы кейде сондай бір бөлек бір тұлға, бөлек бір адам болып келуі әбден мүмкін да. Сол үшін осы жерде қатты көңіл бөлу керек. Иә. Енді жаңа айттық қой, бізде Құдайға шүкір медресе де бар, университетте де бар. Бірақ кейде жастармен сұхбаттасып қалсақ, Нұр Мүбараққа не болмаса жаңағы Қазақ түрік университетіне түскім келеді дейді. Неге деп себебін түңілгім келсе, Құран үйренгім келеді, намаз үйренгім келеді дейді да. Енді медреседе жаңа сіз айтқандай ол нәрселер бар, тереңдетіп оқытылып жатыр. Сауат ашу курстары бар мешіттеріміз, Құдайға шүкір. Бірақ енді ол университет ол Құран мен намаз үйрететін жер емес қой, ол жер академиялық білім беретін мәселе. Осы орайда ғалым ретінде, ұстаз ретінде Сұлтанмұрат аға өзіңізден сұрағым келеді, медресе мен жалпы университеттің қандай айырмашылығы бар білім беруінде, тәлім тәрбие беруінде? Мынау өте маңызды сұрақ. Қазір жалпы біздің қоғамда да бір қалыптасқан стереотип дейміз ба, қалай дінтануда оқиды екен, исламтануда оқиды екен, теологияда оқиды екен десе, университетте жаңағы ол өзіміздің студенттерді айтады, білім алушы шәкірттеріміз. Сонда сендер ертең молда боласыңдар ма? Мешітке барасыңдар ма? Имам боласыңдар ма деп жаңағы. Шын мәнінде олай емес. Университет бұл зайырлы білім беретін орын. Бізде мынау теология факультетіндегі негізгі мақсаты оның дінді ғылыми тұрғыдан жаңағы дамыту, ғылыми тұрғыдан, ғылыми принциптерге сай білім беру балдарға. Ол жерде белгілі бір діннің бір насихаты, пропагандасы жүрмейді. Зайырлы құндылықтардың аясында біз білім береміз. Ары қарай таңда ол әркімнің өзінің еркіндегі мәселе. Сондықтан да университет бұл жоғары білім, академиялық білім өзіңіз айтып отырғандай жаңағы. Сосын енді бағанағы сұрақтың бір жалғасы ретінде мен бір айта кетейін, осы жерде шетелде білім алу деген сияқты мүмкіндіктер. Қазір тіпті шетелге арнайы барудың да қажеттілігі жоқ. Осы жерде мен мынау басқа емес, өзіміздің осы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінен мысал келтіре кетейін. Теология факультетінде қазір бізде мынау Түркияның көптеген беделді университеттерімен байланысымыз бар. Тек қана Түркия емес, Европа елдерімен де бар, жаңағы араб елдерімен енді жасалған оны мен білмеймін, бірақ мына Европа, мына Түркияның көптеген университеттерімен қазір 100-ден аса ол жылда көбейіп отырады келісімшарттар, меморандум деген. Сол жерде қайсысына біздің шәкірттеріміз барғысы келетін болса, біз университетте оған жағдай жасап береміз. Бір семестрге, 2 семестрге барып білім алып келуіне толық мүмкіндік бар. Дәл қазіргі кезде, осы кезде біздің шәкірттеріміз Түркияға жылда барады үздіксіз. Оның өздеріңіз айтқандай ресми жолмен кеткеннен кейін оның барып тұратын жері, жаңағы жататын жері, басқасы барлығы бақылауда болады. Ол жаңағы елшіліктің тіркеуінде болады деген сияқты жаңа білеміз біздің бір азаматымыз осындай жерде жүр деп. Сондықтан осындай ресми жолдармен барған ол қашанда жаңағы дұрыс. Сіз айттыңыз ғой, шетелде діни білім алдық. Бізде енді аз-кем азаматтар бар, әріптестеріміз бар, шетелдерге барып келген. Интернетте, әлеуметтік желіде жасыратын жоқ, марказдардың, діни жамағаттардың жарнамасы өте көп жүреді. Енді біздің саламыз болғаннан кейін көп мониторинг жасаймыз, зерделейміз. Сол жалтыраған қызықты өмір шын мәнінде бар ма? Әлеуметтік желілерде көріп жатқан сол араб мемлекеттерінде сол жамағаттардың, марказдардың жарнама жасап жатқан діни оқу орындары шын мәнінде қазақтың қара домалақ баласына жанашырлықпен солар шақырып жатыр ма шын мәнінде? Мына сұрағыңыз өте маңызды. Жалпы шетел былай айтатын болса, әр елдің өз саясаты бар. Әр елдің өз ұстанымы бар. Мына заманда сол үшін қазақ айтады ғой, өз өлдірмейді, жат жарылқамайды дейді қазақ. Бұл сіз өте орынды да. Сол үшін ол жаққа барған қазақтың баласын айын деп тұрған біреу болса, оны таба алмайсың.
болмаса онда не қыласың, онда қазақтың балдары, қазақтың қара домалақ балдарын былай айтқанда құрбан қылып жібереді. Сол үшін мынау жалпы бізде мынау жастардың көбі немесе көптеген адамдар мешітке баруға мүмкіндігі жоқ, немесе ыңғайсызданады, сығылады, немесе оқу орнына бару үшін медресе колледждерге барғысы келетін болса, ол жерлерде жасы үлкейіп кеткен, немесе бала шағасы бар, жұмысы бар, шыға алмайтын жағдайлар болады. Сол кезде адамдар не істейді? Діни сұрақтарына осы желі арқылы жауап іздеуге тырысады. Немесе адамдардан кейде байқаймыз, мысалы үшін тез арада мысалы осы діни білімді бір орынға барып, бір ай, 2 ай, немесе 1 жыл оқып келіп, діни сауатын арттыруға адамдар әрекет жасайды. Сол кезде адамдар не істейді? Осы желіге қарайды. Мысалы, YouTube каналдары бар, болмаса басқа да сайттар бар, болмаса парақшалар бар, YouTube, TikTok, Instagramда, соларға кіріп, солар арқылы не істейді? Бұлар өздеріне керек сұрақтарына жауап алғысы келеді, немесе жаңағыдай оқу орындарын іздей бастайды. Енді мысалы бізде, мен өзім Медина қаласында оқыдым. Медина қаласында оқыған кезде біз университет болды, ислам университетінде оқыдық. Сонда университетте сабақ аламыз, университетте артық әңгіме айтпайды негізі. Енді бірақ жастардың көбісін байқаймыз, ол жаңағы мешіттерге немесе үйлерге барып жеке сабақ алатын жастар болады. Міне негізі бұзылу сол жақтан кетеді, көрдіңіз ба? Жеке. Мысалы үшін қарапайым мәселе, жаңа айтқандай, мынау жалпы діни оқу несіне қарайтын болсақ, баспалдағына дей ма, немесе діни білім алу жолына қарайтын болсақ, ең алғаш діни кітаптарды, мысалы, ең дұрыс жол бір кітапты басынан бастайсыз ба, соңына шейін бітіру. Қандай кітап бар? Бір кітапты алыңыз, басынан бастап соңына дейін. Өйткені оқыған адам кітап толық қамту керек та. Жүйе. Бірақ университеттерде бұндай нәрсеге негізі мүмкіндік болмайды, уақыт жетпейді. Сол үшін бөліп негізгі мәселелер, қалай кітап оқу керек, қалай жазу керек, қалай сызу керек, қалай ғылыми болу керек жолдарын үйреткенмен, кітапты бастан аяқ былай діни оқу орындарында толық өте алмайды. Өйткені кітап үлкен. Сол үшін кейбір жастарымыз не істейді? Жаңағыдай сол кітапты толық оқу үшін ижаза деген мәселе бар. Және басқа да білімді меңгеру үшін жеке бір адамдарға барып не қылады? Тәлім алады. Көпшілік осы жерде не қылады? Жаңағыдай ағымдарға біреудің жаңа жетегіне кетіп қалады. Сол үшін біздегі ең керекті мәселелердің бірі сондай бір жарнамалар болатын болса, жарнамаға емес, Аллахқа шүкір қазіргі таңда бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Былай айтқан уақытта қазақ даласындағы мұсылмандардың қара шаңырағы. Ол жерде үлкен ғалымдарымыз бар, үлкен ұстаздарымыз сол жерде отыр. Егер де біз жаңағыдай қолымыз бос болмай, жұмыстан босай алмайтын болсақ, жасымыз үлкен болып қалған болса, сол жерлерде діни басқарманың арнайы YouTube-та, Instagram, TikTok-та каналдары бар. Сол жерде арнайы дәрістер қойған дәрістер бар да. Немесе уағыз тыңдағымыз келетін болса, арнайы сол жерде уағыздар бар да. Міне сол нәрселерге біз көңіл бөлуіміз керек. Сырт бағана айтқандай жарылқамайды ешқашанда. Кейінгі мәселе, діни оқу орындар керек болатын болса, бірінші шетелден емес, әрқашанда өзіміздің ішімізден жаңа діни басқарманың айналасында оқу орындарды көру керек. Бір айта кететін мәселе, бағана шет жағасын айтып кеттік қой. Мысалы, қазіргі таңда, мысалы, кейде естіп қалып жатамыз, әкесін кәпір дейтін, ағайын туысқандармен тамақтанбайтын, немесе ата-енесіне сәлем салмайтын, ата-енесіне шай құймайтын жандарды кейде естіп қаламыз да. Бұның барлығы шығу себебін сұрап қалсаң қайда? Немесе шетел асып кетіп жатқандар да бар. Мысалы үшін себептеріне қарайтын болсақ, жаңағыдай діни тәлім-тәрбиені немесе діни білімді дұрыс алмағандықтың себебінен, немесе дұрыс орнынан іздемегендіктің себебінен ғой. Сол үшін біз ата-аналар болып, әрине ел болып, осы жастарымыз діни білім алатындарға осы өзіміздің Қарашығанақтың айналасындағы медресе, колледж, университет және ұстаз уағызшыларды насихаттап, бағыттап отыратын болсақ, иншалла, бұл дұрыс. Ал қалғандары жарнамалар баршамызға белгілі адамды немесе отбасыны ойран қылып, немесе қиындыққа тудыруы әбден мүмкін. Рахмет. Енді мынандай мәселе да, адам академиялық білім алуға қанша уақыт жұмсауы мүмкін? Бакалаврға мысалы. Мынау енді қазіргі біздің Қазақстанның жоғары білім беру жүйесіне қарайтын болсақ, бізде бакалавр жалпы 4 жылда аяқтайды. 4 жылда, иә? 4 жылда аяқтау керек. Енді сұрап жатқан себебі мынандай да, ағай. Шетелде мысалы Саудияда 15 жыл жүріп кетті, Египетте 20 жыл жүріп кетті деп біз біреуді жаңағыдай шейхқа балап атамыз да. Шын мәнінде ол 15 жыл не істеген болуы мүмкін? Осыған байланысты мен бір өзімнің бір азаматты көргенмін. Сіз айтқан сияқты Әл-Асқарда 11 жыл ма 12 жыл жүріп келген адам екен. Сосын кейін сұрап қарасақ, сөйтсек, бұл Әл-Асқардың жоғары білімін емес, жаңағы
ол төмен көп екен ғой бұның, бастауыш деңгейде, орта деңгейде, жаңағы сол ана мектеп деңгейіндегі білім беру жүйесін бітіре алмай, соның өзіне жоғары білімді ала алмай қайтып келеді. Келгеннен кейін қайда оқыдың дейді, мен Асқарда оқыдым дейді. Қанша жыл? 11 жыл мен Асқарда оқыдым дейді. Содан кейін ана әлі Асқардың атын естігеннен кейін беделді университет қой енді бізде, жалпы ислам әлемінде белгілі. Ой, мынау деген бір үлкен керемет ғұлама ғалым екен деп ойлайды жаңағы. Сондықтан да ол ұзақ жүру деген сөз ол бір білімділіктің көрсеткіші емес. Егер ол жерде мына бакалавриат, одан кейін келетіні магистратура деңгейі бар, магистратурадан кейін докторлық деңгейі бар. Егер ол доктор болып, сол докторлық деңгейге 15 жылда қол жеткізіп жатса, онда ол жерде білім бар, оған сенуге болады деген сөз. Рахмет. Құрметті Сұлтанмұрат аға, Мұхаммед ұстаз, енді сіздерге үлкен алғысымызды білдіремін. Жалпы мекеменің атынан, мына студия ұжымының атынан, жігіттердің атынан уақыт бөліп, осында келіп, құнды ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге, жаңа жастардың тілімен айтқанда бағыт бағдар беріп, өздеріңіздің өмірлік тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілейміз, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің кезекті тағылым подкаст сұхбаты осымен тәмам. Келесі бағдарламаларда кездескенше аман, сау болыңыздар.